Сәлеметсіздер ұстаздар. Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжінің тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығы бойынша ЕКМК 9А2 тобының жеңістің 75 жылдығына орай ұйымдастырылған бейнеролигін тамашалаңыздар. Құрметті оқушылар, мұғалімдер, әрқайсымыз үшін жарқын да қымбат мереке 1941-45 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысындағы жеңіс күніне санаулы күндер қалды. Жеңіске жету жолындағы қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы Отан соғысы тарихындағы жарқын беттерге айналды. Сондықтан жеңіс күні әрқайсымыздың жүрегімізге жақын. Алтын күн астана, алтыннан қаласы, ерліктің дастаны, еліңе қалашы, ежелден ермеген даттамас шапты бой, намысын бермеген қасадан мықты бой. Осы сұрапыл соғыста қаншама қазақтар отаны үшін жандарын қиды. Оның ішінде қазақ батыр қыздары Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Хиуаз Доспанова да бар. Талғат Бекелдинов ұшқыш болуды жастайынан армандап, аэроклубта оқыды. 1943-1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына қатысқан. Жаумен 305 рет әуе шайқасына түсті. 800-ден астам техникасын істен шығарды. 7 әуе ұшағын атып түсірді. Жаудың 100-деген танкілерін, зеңбіректері мен солдаттарын жойды. Фашистік Германияның мақсаты бүкіл кеңес халқын құлға айналдыру, жерін басып алу еді. Германия фюрері Адольф Гитлердің жанқила саясаты бүкіл кеңес халқын дүр сілкіндірді. Осындай бақытты күнді елі мен жері үшін арыстандай алысқан жеңімпаз жауынгерлер біз үшін, келер ұрпақ үшін сыйлады. Сондықтан да бұл күнді барлығымыз отан үшін мерт болған қаһармандардың ерлік рухына бас иіп, көзі тірі ардагерлерге құрмет көрсетейік. Ата-бабалар жеңісі бүгінгі бейбіт аспан астында өмір сүруге, адал еңбек етіп, отбасы құруға, өз балаларымызды тәрбиелеуге және де келешегі зор мемлекет құруға мүмкіндік берді. Әбдір 267 жылы әуе дивизия 808 шабуылшысы полкі құрамында майданға аттанды. Барлығы 17 рет әуе шайқасында қатысқан. Нүркен жаудың 18 танкісін, 46 жүк машинасы және көлігі, оның ішіндегі оқ-дәрі тасыған 18 керуенді талқандап, зенит қондырмаларының бесеуінен бірнеше жабық атыс ұясына талап жау әскерін құртты. Лек Ғабдуллин 1941 жылдың қыркүйегінен бастап соғыстың соңына дейін фашистік күштердің отанды қорғау борышын абыроймен атқарады. Аға политрук болады. Майданда Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияда жауға қарсы шайқасады. 1942 жылы Новгород облысында Қарыстықолым қаласының маңында болған ұрыста мәлік солдаттардың біразына басшылық етеді. Ол басқарған сарбаздардың фашистердің тісіне дейін қаруланған әскеріне тойтара соққы береді. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 25 қазанында Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасының 4-ші батальонының снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан астам сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. Қыздарымыздың жеңіс күніне арналған өлең шумақтарын қарсы алыңыздар. Жеңіс күні бар әлемге әйгілі, көктем шуақ 9 мамыр күні. Айтшы, қане, біздің жеңіс шеруі, кездейсоқ па көктемге сай келуі. Біздің ұлы жеңісіміз көктем бұл, көңілдерге шұғыласын төккен көп. Сонау жылы 9 мамыр күні, алмастырған қуанышқа қайғына. Аналар қоштасқанда асылымен, арулар қоштасқанда ғашығымен, балалықтың базарын ерте жауып, талай жұмыс істеді бала өркен. Өтетіп соғыс оты қайғы мұңды,
4 жыл өтті, соғыс әлі бітпей қойды. Кемпір шал, әйел бала ауылдағы сеніммен күтуші еді жеңіс тойды. Алар жау сыбағасын оңбай бізден. Шығамыз соңғы күшпен, соңғы айбынмен. Қорғаймыз байтақ елді, өйткен оны әр ұрпақ өз тұсында қорғай білді. Зардаптарын қиындық туған сәтте елдегі әйел бала қол ұшын созды бәрі майдангер ағаларыға. Қан кешкен ұрпақ үшін отанның ұландары, талқандап жаудың шебін оралған қырандары, желбіреп жеңіс туы көгімде қалықтаған арман болған. Бейбіт күн тарту кеткен мың алғыс ардагерлер, көп жасап ортамызда шаттыққа кенеле бер. Денсаулық бақыт тілеп, бейбіт күн ұландары, мың тағзым ете отырып, ұланның жыр арнады. Жеңістің 75 жылдығы да жақындап келеді. Уақыт өз дегенін жасайды. Өткен сайын бізге ұлы жеңісті сыйлаған ардагерлеріміздің саны азайып келеді. Сондықтан ұлы жеңістің авторларын, майдангерлерімізді сыйлап, құрметтеп, оларға қамқорлық көрсетуіміз біздің басты борышымыз. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымызды мәңгі есте сақтаймыз.